Хаббл ғылымы. Қара құрдымдар. Мифтен шындыққа. Хаббл ғарыштық телескобының басты жетістіктерінің бірі галактика ядроларында аса ауыр қара құрдымдар барын растау болды. Бұл біраз уақыт мифтік идея саналып келді. Білесіз бе, қара құрдым физикасынан туындайтын математикалық мүмкіндік. Бірақ 10 жылдықтар бұрын қара құрдымды іс жүзінде бақылай аламыз ба, жоқ па, анық еместін. Өйткені одан жарықта шыға алмайтын қара құрдым анықтама бойынша көрінбейді ғой. Демек ендігі мәселе мынада, қара құрдым барын анықтау үшін оның әсерін байқай аламыз ба? Шынында да, Хаббл мұны ешқашан көрінбейтін қара құрдымға емес, оның дәл қасындағы затқа, атап айтқанда М87 атты галактикадағы мына керемет жетке қарап анықтады. Біз ортадағы қара құрдымды айналатын және өте жылдам айналатын затты, мысалы газды, жиі көреміз. Хаббл аспаптары көмегімен М87-дегі қара құрдымның бір жағындағы заттың бізден әрі қарай, ал екінші жағындағы заттың бері қарай қозғалатынын анықтай аламыз. Бұл заттың ортадағы әлдебір аса ауыр денені айналатынын айғақтайды. Содан бері Хаббл көптеген басқа галактикаларды қадағалап, оларда да аса ауыр қара құрдым барының дәлелдерін көрді. Сондықтан қазір біз галактикалардың көбінің, мүмкін тіпті барлық галактиканың орталығында аса ауыр қара құрдым орналасқан деп санаймыз. Адамдар бұл шындыққа айналар деп армандамағандай. Күні кеше ғана адамдар қара құрдым жоқ деп ойлады. Содан соң қара құрдымдар барын елестете алмаймыз, демек олар жоқ шығар деп ойлады. Енді біз оларды неге сонша көп екенін түсінуге мәжбүрміз.